Айбек, ең алдымен сұхбат беруге келіскеніңіз үшін көп рахмет. Әңгімемізді ең біріншіден сіздің жұмысыңыз туралы бастайық, иә, мұнай өнеркәсібіндегі, одан кейін қоғамдық жұмысыңызға қарай ойысатын боламыз. Ең алдымен жалпы өндірісте неге жауап бересіз? Мысалы, үлкен бригада, әркімнің өзінің міндеті, жауапкершілігі бар. Сіз немен айналысасыз? Біздің мысалы кен орнында бізде бригадада топ мүшелеріміз 5 адамнан тұрады. Ол шебер, бұрғышы, 2 бұрғышы көмекшісі және машинист. 5 адам болып бригада мүшесі болып жұмыс атқарамыз. Менің атқаратын жұмысым ол бүкіл бригада тобы оңының басына келгеннен бастап аяқтағанша дейін біздер спуск подъемный операция. Ұңғыларды күрделі жөндеу ұңғы бойынша бүкіл ақпараттар сол заказнетта болады. Біз алдын ала танысамыз, топ мүшелерімен инструктаж өткіземіз. Сосын ұңғының басына келіп ремонтымызды бастап кетеміз. Жалпы өнеркәсіптегі ең ауыр жұмыс түрлерінің бірі болып санала ма? Әрине, кен орнында енді бірінші орында менің ойымша енді бұрғылау. Бұрғылаудан кейін енді біздер ұңғыларды күрделі жөндеу цехы. Ол өте әлем бойынша қателеспесем ең күрделі жұмыстарда қауіпті жұмыстардың бірі болып саналады. Қателеспесем, сіздің бригадаңыз 6 жыл қатарынан үздік бригада атанған, иә? Иә. Жоқ, нақты айтсақ, мен бригада енді біздер цехтың басшылары өздері шешім қабылдайды ғой. Кім қандай қай бригада жұмыс жасайды мысалы. Мен кезінде бұрғышы көмекшісі болған кезде, менің сол кездегі қателеспесем 2014 пен 2017 аралығы бұрғышы көмекшісі болып жасаған кезде 3-ші топ. Сол кезде біздер 3 жыл қатарынан алдық үздік бригада. Кен орны бойынша біздер ұңғыларды жөндеу бойынша ең көп ұңғылар тапсырған бригада болып есептелдік сол кезде. 3 жыл қатарынан. Ол енді өте үлкен жетістік, себебі кен орнында 20-дан астам топтар бар. Соның енді ең үздігі болып атану, ол енді үлкен мәртебе біз үшін. 3 жыл қатарынан ол енді өте жоғарғы деңгей деп ойлаймын. Сол кезде біздер енді жастар жағы болғандықтан ба, шеберіміз жас жігіт болып, бұрғышымда да және қасымдағы әріптестерім бәрі де жас жігіттерміз. Ол кезде сол жас мамандар кеңесі өрлеп тұрған кезде, сол кезде бір күш қуатпен ба, сондай бір талпыныс болды бізде. Бірінші жыл алдық, 2-ші жыл, 3-ші жыл қатарынан алуға енді нәсіп етті. Одан кейін мен басқа бригадаға ауыстым. Ол кезде мен бұрғышы болып ауыстым. Бұрғышы болып жасап жүрдім. Сол кезде де бізге кен орнына жаңадан келген бір қондырғы келді. Соны қабылдап сол қондырғымен 3 жыл қатарынан тағы да алдық. Бірақ ол кезде топ мүшелері өзгерді. Шеберіміз үлкен кісі болды, тәжірибелі кісі болды. Сол кісінің де арқасы олда да кен орнында 30 жыл жасады сол кезде. Әлі де ол шеберіміз бар. Қасымда тағы да сол жастар жиналып қалып, сондай бір жетістіктер болды. Жетістіктер болды, үлкен бір. Жалпы мұнай өнеркәсібінде, мысалы, ардагер мұнайшыларды ұлықтап, қадірлеп, әрдайым еске алып жатады. Мысалы, сіздің өзіңіз де осы мұнай өнеркәсібіне келген кезде осы іске баулыған ұстаздарыңыз жайлы айтып өтсеңіз. Мен осы кен орынға жұмысқа кірген кезде, білмеймін, мен ардагерлер арасы менде ондай қатты бір болған жоқ. Ұстаздарыңыз әлі де жүрген шығар? Әрі де жұмыс істеп жүр ғой. Бірақ жұмысқа кірген кезде енді әртүрлі бағдарлама бар ғой қазір. Мысалы, наставничество дейді, мысалы бір түрлі бір бағдарламалар бар. Бірақ біздің Маңғыстауда ол бағдарламалар қажет емес деп ойлаймын. Себебі енді қазақшылық бар болғандықтан және де үлкен буындар, жастар жұмысқа кірген кезде жұмыс барысын, өз-өзін қалай ұстап,
үлкендермен қандай қарым қатынаста болуда, ол әр үлкен буындар ол жастарды үйретеді. Өзінің баласындай, өзінің інісіндей көріп, бүкіл процесті, жұмыс барысын тәрбие жағынан өте мықты, өте жақсы. Өздері баулып, өздері тәрбиелеп шығарады дейсіз Әрине, ғой, иә, өздеріміз өзара. Енді Маңғыстауда бір жақсы сөз бар ғой, Сабырадайдың ақынымыз, Маңғыстаудың әр қазақ менің жалғызым деген. Сондай ұранмен енді біздер жұмыс барысында да, демалыста да біздер отбасымен жиналып, нағашы жиен деп, жеңгей деп, аға деп сыйласып әрдайым жүреміз. Жаңағы жастар саясатында белсендімін деп жатсыз. Жалпы өндірісте осы жастар ісінің, жастардың қаншалықты белсенді екенін айтып өтсеңіз, өзіңіз сияқты мамандар мысалы қаншалықты қоғамдық жұмысқа атсалысады? Енді ең басынан бастайын. Жас мамандар кеңесі деген бұл Қазмұнайгаздың жобасы. Ол 2014 жылы сәуір айында РД Қазмұнайгаз басшылары жастарды жинап, сол кезде жобаны түсіндіріп, жоспарын көрсетіп, 2014-те сәуір айында сөйтіп жас мамандар кеңесі құрылды. Содан бастап енді ұлттық компания Қазмұнайгаз өз қолына алды сол жобаны. Сол кезден бастап осы күнге дейін жастар саясаты өте қарқынды жұмыс жасап жатыр. Сол кезде мен Тұлпар мұнай сервис мекемесінде болдым, төрағасы болдым. Осы 23-те мамыр айында тағайындалдым, Қаражанбас акционерлік қоғамының жас мамандар кеңесінің төрағасы. Және де 2019 жылы ұлттық компания Қазмұнайгаз басқарушы комитетінің жастар саясаты бойынша мүшесі болып тағайындалдым. 2020 жылы наурыз айында ұлттық компания Қазмұнайгаздың төрағасының штаттан тыс жастар саясаты бойынша кеңесшісі болып тағайындалдым. Енді жастар жағынан келетін болсақ, жастар өте белсенді. Әр өңірде өзінің жастары бар. Ол көбінесе біздер инновациялық жобаларға мән береміз. Мына кен орнында немесе кеңседегі әріптестеріміз жұмыс процесін оңай жағын қарастыру, немесе экономикалық тұрғыда, және де әлемде де болмаған жобаларда негізі қорғады әріптестеріміз. Осы күнге дейін бірнеше жобалар қорғады. Маңғыстау бойынша айта кететін болсақ, Өзенмұнайгаздағы әріптестеріміз, Маңғыстаумұнайгаз, Қаражанбас мұнайдың және де басқа да еншілес мекемелердің жобалары өте көп осы күнге дейін. Қазірде олар кен орнында пайдаланып жатыр. Өз жемісін қазір ол жобалар көріп жатыр. Енді бұлай айтатын кететін болсақ, басқа бағыттарда бар, әрине. Ол енді қоғамға үлесімізді қосу. Осы күнге дейін бірнеше жобалар жасалынды халықаралық деңгейде. Мысалы, өте керемет жобамыз, Өзенмұнайгаздың әріптестері бастаған жобамыз Амал 2020. Сол 20-шы жылы бастадық. Бүкіл Маңғыстау жастары болып бірігіп, еншілес мекемелер болып. Халықаралық деңгейде болғандықтан біз басқа елдегі қандастарымызды осы Маңғыстауға шақыртып, арнайы қонақтап, қонағасын беріп, Отпан тауға апарып, Амал қандай мереке екенін және Маңғыстаудың тарихымен таныстырып, енді олар қандастарымыз енді басқа мемлекетте тұрғандықтан, енді олардың заңдары басқа, енді олар өздерінің қазақ екенін, қазақтың тарихын осы Маңғыстаудың өзінің бір ерекшелігімен таныстырып, Каспийдің жағасын көрсетіп деген сияқты өте керемет жерлеріміз бар. Мысалы, Бозжыра, Бекет-Ата, өте қасиетті жерлеріміз де бар. Соның бәрімен таныстырамыз. Жыл сайын әртүрлі бағдарламаны жоспарлап, сол бағдарлама бойынша біздер қандастарымызды жыл сайын қарсы аламыз. Жастар ма оның ішінде? Әрине, жастар. Ол Орынбор қаласынан, және де Моңғолиядан, Қытайдан, Европадан да келген қандастарымыз бар. Мысалы, бұйырса енді Алла қаласа 24 жылы наурыз айында сол жобаны
бұйырса іске асырамыз. Енді жас мамандарға оралып тұрсақ, мысалы өндіріске жұмысқа келген, кен орнына жұмысқа келген жастар үшін ең бірінші ескеретін нәрселер бар ма? Мысалы нені білу керек? Мысалы енді жас маман деген әзірге еш тәжірибесі жоқ, кен орнынан көп хабары жоқ, бірақ алғаш жұмысқа келген кезде нені білу керек? Мысалы мүмкін бір қиындықтар болатын шығар кездесетін. Сіз мысалы енді осынша жыл өткеннен кейін артқа қарағанда енді осы салаға келіп жатқан жас мамандарға қандай кеңес немесе бір айтар едіңіз? Жас мамандар енді ол 18 жас пен 35 жас аралығы жас мамандар болып есептелетін. Енді біздер де қазір жас маман болсақ та жасымыз 35-ке әлі толған жоқ енді. Бірақ оқу бітіріп қазір оқу студенттер бізге практикаға да келеді, мысалы жастар. Енді оларға қарайсың, өзінің баяғы кездерін еске салып. Жоқ, қазіргі жастар енді өте жақсы, қазіргі жастар өте білімді. Еңбекке деген және де кен орнында білу, көру, жасап қарау деген ниеттер өте жақсы, себебі көздерінен байқаймыз. Көздері жалындап жанып, аға мынау қалай, мына жерді қалай түсіндірсеңіз болады, қалай жасалынады, мынау не деген станок, мынау қалай деген өте сұрақтар көп болады. Ол енді ар жағында енді талпыныс қой. Соны көріп біздер енді әрине барынша білімімізді, ақпаратымызды айтамыз. Енді оларға айтарым тек сол ниетті жоғалтпау, сол алған білімін өзінің жеріне, өлкесіне және де атқарып жатқан жұмысына дұрыс пайдалану, және де оларда да біз енді жастар саясаты соларға тапсырамыз ғой болашақта. Солар енді алып кетеді деп ойлаймыз. Бірден белсенді болуға шақырасыз ғой? Әрине, оларда қазір талпыныс бар, оларда соғады, келеді, жиналыстарға қатысады. Өте біз жасаған жобалардың бәрін көріп, оларда өзінің қазіргі жастардың бір креативті бір идеялармен басқаша көзқараспен келеді ме? Көзқараспен келеді, ол өте жақсы. Ондай жастар керек, әрдайым керек. Олар енді әрине біздің болашағымыз. Жақсы, өзіңіздің өндірістегі жұмысыңыздан бөлек, қоғамдық жұмыстан бөлек басқа қандай қызығушылықтарыңыз бар? Немен айналысқан ұнайды? Мен осы күнге дейін енді бала кезімнен спортқа өте қызығушылығым мол. Мен негізі футболдан Қаражанбас кен орнының Қаражанбас 2 деген құрама командасының мүшесі болдым. Ойыншысы. Ол кездері мен енді денсаулығыма байланысты соңғы бір 5 жылдай жүгірмей жүрмін. Енді врачтар рұқсат бермей жатыр. Бірақ қазір спорт залға барам. Сонда да спортты сүйемін, өте спортсыз енді жүру қиын маған. Әңгімеңізге рахмет. Барлық жұмысыңызға тек қана сәттілік тілеймін. Қоғамдық жұмыста да, жастар саясатындағы бастамаларыңызға да сәттілік тілеймін. Аман болыңыз. Аман, рахмет. Сау болыңыз.